Сәлем достар, эфирде мен Камила. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай тамаша, жұмсақ, ауызда еритін балды тортты бірге әзірлейтін боламыз. Ең алдымен бізге 2 ас қасық бал және жарты шай қасықтан сода салып, баяу отта ерітіп алатын боламыз. Балым еріп шығамын дегенше майды ұсақтап турап аламын. Өйткені май тез еру керек, сондықтан ұсақтап турап аламын. Балды қозғай отыра, күйдіріп алмау қажет, жақсылап ертіп аламыз. Ұсақтап турап алған майды үстіне салып, бірге ертіп алатын боламын. Май толық еріп болғаннан кейін астын сөндіріп, сәл салқындатып қою қажет. Болмаса жұмыртқа пісіп қалу мүмкін. Енді таза ыдысымызға 1 пиала қант және 4 дана жұмыртқаны жарып араластырамын. Қантым менде толық еріп шығу қажет. Қатты көпірудің қажеті жоқ. Тек қана қант ерісе болды. Үстіне бал мен майды салып араластырып, ұнымызды саламыз. Ұнды 3-4 бөлікке бөліп араластырып отыру керек. Оның үстіне қопсытқышты салып, біргелесіріп, арасында түйіршік қалмағанша қозғап шығатын боламын. Осындай нәзік, жұмсақ қамыр болып шығу керек. Менің табам өте үлкен таба болғандықтан бір құйғаннан пісіріп аламын. Сіздер 3 немесе 4 бөлікке бөліп пісірсеңіздер болады. Міндетті түрде табаға пергамент қағазын қолдану қажет. Осылай жұқа етіп табамызға құйып шығамыз. Лопатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен жұқа етіп жайып шығасыздар. Артық ұнның қажеті жоқ, оқтаумен де жайып жүрмейсіздер. 180 градуста 5-6 минут пісіріп алу керек. Тестамыз пісіп шығамын дегенше кремін дайындай беретін боламын. Жарты пиала ұн және 1 пиала қант қажет болады. Және міндетті түрде салқын сүт керек. Сүтіміздің үстіне ұнымыз бен қантымызды салып, арасына түйіршік қалмағанша араластырып аламыз. Баяу отқа қойып, креміміз дайын болғанша қозғап отыра пісіріп алу керек. Және 1 ас қасық май салып, оны да бірге ертіп пісіріп аламыз. Осы крем маған ұнайды, осылай жасаймын. Сіздер қаламасаңыздар, сливкимен де крем жасасаңыздар болады. Міне менің кремім дайын болды. Бұны алып, сәл салқындатып қоямыз. Осы аралықта менің тестамда пісіп шықты. Міне менің коржым дайын. Енді астындағы пергамент қағазын алып тастап, бірнеше бөліктерге бөліп, құрастыруды бастаймын. Толық рецебін описанияға жазып кететін боламын. Маған лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай бір келкі етіп кесіп алып, жан-жандағы корждарын бетіне себуге алып қаламын. Видео барысында барлығын көретін боласыздар. Осылай таза ыдысымызға бірме-бір құрастырып шығамыз. Корждар да өте керемет болып көтерілді. Көріп отырғандарыңыздағыдай өте оңай, кез келген адам бір жасағаннан шығатын, оқтауды қажет етпейтін және 1-2 күн сақтап жүруді қажет етпейді. Бірден пісіре сала дастарханымызға ұсына береміз. Міне жанында алып қалған корждарды бетіне ұнтақтап септім. Осы рецепт бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, жұмсақ, бір жегеннен ауызда еритін балды торт болып шықты. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді болсын.